Сәлеметсіңдер ме балалар? Параграф 5. Таулардан өзен ағар сарқыраған. Бірінші оқылым тапсырмасы. Өлеңді мәнерлеп оқыңдар, алдыңғы тақырыптағы мәтінмен салыстырып, мазмұндық және тілдік ерекшелігін анықтаңдар. Өзен. Таулардан өзен ағар сарқыраған. Айнадай сәуле беріп жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса, бір қалыпта, аралап тау мен тасты арқыраған. Көңілің суын ішсең ашылады, денеңде бар дертіңді қашырады. Өксіген оттай жанып жануарлар өзеннен рахат тауып басылады. Қынарда тілсіз тұрған тоғайлары шуылдап желмен бірге бас ұрады. 10 мың мал айдап өтсең лай қалмайды, тасыса су бармаған сай қалмайды. Тасыған өзен судың қуатымен көк шалғын шөп бітпеген жай қалмайды деп Ыбырай Алтынсариннің өлеңі берілген екен. Өлеңді алдыңғы тақырыптағы мәтінмен салыстыратын болсақ, ол алдыңғы тақырыпта Қазақстан бойынша өзен көлдер туралы ақпарат берілген еді. Бұл өлеңде де өзен туралы, яғни мазмұндық жағынан ұқсас. Тілдік ерекшелігіне келетін болсақ, алдыңғы тақырыптағы Қазақстанның ішкі суларындағы оқылым мәтіні ғылыми стильде жазылып, нақты, дәл, анық ақпараттар берілген. Өзендердің қай жерде орналасқаны туралы, олардың көлемі қаншалықты екені. Ал бұл өлеңде өзенді көркем тілмен жазып, жаңағы барынша өзеннің көркемдеп сипаттап беріп тұр. Енді сұрақтарға жауап берейік. Қазақстан өзендері туралы қандай өлеңдер білесіңдер? Қазақстан өзендеріне Есіл, Өмір өзен адамға қарсы ағады әні өлеңі бар. Тау өзені, қосылып аққан қос өзен деген өлеңдер бар. Екінші сұрақ. Өзендер өз бастауын қайдан алады? Өзен бастауы бұлақ, қайнар көз, тұма, мұздық тілі тағы басқа. Батпақтан басталатын өзендерде тұрақты арнасы бар. Ашық ағын басталатын нүкте, көлдерден басталатын өзендер үшін көлдің жағалық сызығының арнаның кесіп өткен нүктесі өзен бастауы болып есептеледі. Тілдік бағдар, белгісіздік есімдігі, затты, сындық белгіні, сан мөлшерді жорамалдап тұспалдап көрсететін есімдіктің түрі. Олар кейбіреу, қайсыбір, әлдеқайда, әлдеқайдан, біреу, әлдекім, бірдеңе, бірнеше тағы басқа. Мысалы, біреу есік қақты, кейбіреуі түсінбеген сияқты. Романды бірнеше күн оқыды. Екінші тапсырма. Есімдіктерді қатыстырып, Ыбырай Алтынсариннің өзен өлеңін қара сөзбен жазып шығыңдар. Әлде қайдан жел соқса, ыстық соқса бір қалыпты, өзен суы бірнеше тау мен тасты аралап ағады. Өзен суын ішсең әлде қайда көңілің ашылады. Денеңдегі дертіңді біреу қашырғандай болады. Оттай жанып шөлдеп тұрған малдың кейбіреуі өзеннен су ішіп аптығын басады. Өзеннен бірнеше малды айдап өтсең де лай қалмайды. Мұнда есімдіктердің асты сызулы тұр. Бірнеше, әлде қайда, біреу, кейбіреуі, бірнеше. Артық болмас білгенің. Сулы жер, нулы жер. Өзен жағалағанның өзегі талмас. Сағадағы ел сушеді, аяғындағы ушеді деген даналық сөздер қалдырған ата-бабаларымыз теңіз тұрмақ, әрбір өзен, көл, тіпті құдықтарға дейін жау қолында қалдырмай, осы бір тіршіліктің көздерін ұрпағына табыстап отырған. Қазақ даласы онсыз да табиғи суларға аса бай емес. Ана тілі газетінен. Үшінші тапсырма жазылым. Қазақ даласы табиғи суларға бай емес деген пікірге келісу-келіспеу себептеріңді көрсетіп эссе жазыңдар. Белгісіздік есімдіктерін кірістіріңдер. Қазақ даласы табиғи суларға бай емес. Мен қазақ даласы табиғи суларға бай емес деген пікірмен келіспеймін. Себебі елімізде 85 мың өзен бар, 2 теңіз бар. Алтайдан Атырауға дейін созылып жатқан қазақ даласы табиғи суларға бай. Олар туралы әртүрлі аңыздар шертіліп, тарихи оқиғалар айтылады. Бұл туралы бүкіл қазақ баласы білуі қажет деп ойлаймын. Сондай-ақ Қазақстан жерлері жерасты суларға да өте бай. Мысалы, қазіргі таңда туристер Сарыағаштың дертке шипалы суы үшін сонау жерлерден ағылып келіп жатады. Қазақ даласын табиғи суларға бай болса да, біз оны үнеммен жұмсап, келешек ұрпақ қамында ойлауымыз қажет. Төртінші ізденімдік тапсырма. Қазақстан өзендерінің орналасу картасын жасаңдар. Солтүстікте Ертіс өзені, шығыста Қаратал, Лепсі, Іле, Ақсу, Тентек өзендері орналасқан. Оңтүстікте Сырдария, Арыс, Шу, Сарысу, Торғай, Талас, Ырғыз өзендері. Батыста Жайық, Жем, Сағыз, Ойыл, Сары өзендер орналасқан.
Бесінші тапсырма. Ғаламтор ресурстары мен энциклопедиялардан өзендердің пайда болуы туралы материалдар тауып, жинақы мәтін жазыңдар. Есімдіктерді кірістіріңдер. Өзендердің пайда болуы. Жер бетіндегі өзендер барша тіршіліктің арқауы болып табылады. Өзендердің көбісі басын биіктен, тау шыңынан алады. Мұздықтардан еріген су мен жаңбыр қосылып, салалар пайда болады. Салалар бір-бірімен қосылып, өзен арнасына құяды.